Кавалер! Кешіріңдер. Өз өзімді ұстай алмай қалдым. Майло, күнделігіңді әлі оқып бітірген жоқсың ба? Осымен 20-шы рет оқып жатқан шығар. Түсінсем бұйырмасын, мына бетте шіркеу қызметшісі Атлантида жүрегі жайлы жаза бастайды. Атлантида жүрегі деп отырғаны аңыз әңгімелерде жазылған күшті қуат көзі болса керек. Бірақ келесі бетінде тіпті басқа нәрсе жазылған. Ортасындағы бетті біреу жыртып алған секілді. Достым, демал. Бізде қосымша жұмысқа ақы төленбейді. Білем ғой. Тоқтай алар емеспін. Өздеріңізде де сондай шығар. Жаңалық ашуға құмарлық күтпеген жағдай қызықты жұмыс. Әлде сіздер мұнда ақша үшін келдіңіздер ме? Әрине. Басқа не үшін? Ақша. Шыны керек. Ақша үшін. Бұл сұрақты бекер қойған екем. Не, мойның ауырып тұр ма? Иә, дұрыс жатпағандық-ау деймін. Қойды ма? Иә. Тамаша, мұны қайдан үйрендің? Бұны маған үндіс шал үйреткен. Қойыңызшы. Рас, менің әкем әскери дәрігер болған. Балалық шағым Канзас аймағында сол үндістердің ортасында өтті. Қалжыңдап отырсың ғой, иә? Жоқ, университет диплом берсе, сол шал мұна аюдың табанын берді. Медициналық факультетті бітірдім. Бітіре салысымен әскерге алып кетті. Онда атты әскерлердің жарақаттарын тігуден көз ашпадым. Ыстық тамақ. Тойдым, рахмет. Ем дәм қабылдап жүрмін. Өте дәмді Жарайды, болыпты. тамақты ысытқан сайын дәмдірек болады. Тамақтың дәмін сезбейтінім мұндай жақсы болар ме еді. Сен неге шатырыңды құрмай тұрсың? Менікі дайын. Ұмытып қалыппын. Соңғы рет бала күнде атаммен сапарға шыққанда құратын болатынмын. Ал мен атамды көруге үлгермей қалдым. Атаң жайлы айтып берші. Жақсы адам болатын. Ата-анамнан айырылған соң әкемді де, шешемді де жоқтатқан жоқ. Неге күлдің? Есіме түсіп кетті. Жасым 8-де болатын. Сапарға шықтық. Өзеннен өтіп келе жатқанымда жалтыраған бір зат тауып алдым. Сөйтсем жебенің ұшы екен. Ал атам болса мені белгісіз өркениет ізін тапқандай мақтады. Сөйтсем ол бар болғаны мырыш пен иприт араласқан тең бүйірлі үшбұрыш тәріздес тақтатас кесеге екен. Өзі сондай мамақ. Айтпақшы, Одри, саған сұрағым бар еді. Тек ренжіме, сен секілді жас қызды мынандай экспедицияға бас механик ретінде қалай қалды? Әкемнің ісін әрі қарай жалғастыруға тура келді. Біз дүниеге келмей тұрып әкем ұлдарды армандаған екен. Біреуі